Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ұлыстың ұлы күні жасалынатын наурыз көжені жасайтын боламыз. Дәстүр бойынша наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосылатын болады. Бізде нут, күріш, бидай, маш, ақ жүгері, сары жүгері және де қызыл бұршағымызды қосатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша үйдегі бар дәмдерді қолдансаңыздар болады. Бұл қатты маңызды емес, үйдегі бар дәммен жасай аласыздар. Ұлттық тағамымыз наурыз мерекесінде әрбір шаңырақта міндетті түрде әзірленіп отырады. Халықтың арасында бұл наурыз көжемізді тілеу көже, көп көже деп те атайтын болған. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Егер де наурыз көжені қиналсаңыз, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қазанымызға қазы, сиыр еті, жылқы еті, сүрленген еттеріңіз болса, міндетті түрде қосыңыздар. Сорпасы әдемі болып шығады. Осылай барлығын суда қайнатып алатын боламыз. 3 сағаттай қайнатсаңыздар жеткілікті. Етіміздің барлығы толықтай пісіп шығатын болады. Сорпамыз қайнап шыққаннан соң тұзын дәміне қарай қосатын боласыздар. Келесі біз машымызды және де бидайымызды бөлек суда қайнатып алатын боламыз. Бұл бізде көжеміздің реңін бұзбау үшін осылай жеке қайнатып аламыз. Келесі бізде осылай етіміз қайнап болғаннан соң бетіндегі көбіктерін тазалап алып алатын боламыз. Осылай алып болғаннан соң артынша бір дана пиязымызды салып 3 сағаттай қайнатып алатын боламыз, етіміз толықтай піскенше. Осы қосып жатқан әрбір дәннің мағынасы бар екен. Мен сіздерге бөлсе кетейін. Су дегеніміз бұл суды қосқан кезде өмір, өзен, келешек ұрпағы өрбіп, судай тасып көбейе берсін деген мағынада суды қосады екен. Еттің сорпасымен бірге біз ақ жүгері және де сары жүгерімізді бірге қайнататын боламыз. Бұл дәмдеріміз бізде сорпаға ешқандай түсін өзгертпейді. Керісінше сорпамен етпен бірге жақсы пісетін болады. Осылай барлығын алдын ала жуып, тазалап, салып, сорпада қайнататын боламыз. Сорпадан бөлек мен машты және де бидайды бөлек ыдыста қайнатып алдым. Бұлар түсін өзгертеді, сондықтан сорпадан бөлек қайнатып алғандарыңыз дұрыс. Барлығы қайнап болғаннан соң сорпамызға қосатын боламыз. Міне біздің қазымыз және де етіміз дайын болып қалды. 3 сағаттай қайнады менде. Жұп-жұмсақ болып барлығы пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң еттерімізді сорпамыздан алатын боламыз. Суытып, еттерімізді майдалап тура болатын боламыз. Және де қазымызды бөлектерге бөліп, сорпамыздың бетіне қосатын боламыз. Осы кезекте бізде жүгеріміз, ақ жүгері, сары жүгеріміз пісіп шыққан. Сорпаның ішінде әдемі болып тұр. Көп қайнатып жіберуге тырыспаңыздар, өйткені бізде езіліп кететін болады. Біздің көжемізде әдемі көріну үшін толықтай 2 сағат қана қайнатсаңыздар жеткілікті. Бидайымызды да қайнатып болғаннан соң машымыз да осылай езіліп әдемі болып шығады. Сосын барып көжемізге қосатын боламыз. Барлығын осылай дайындап қоямыз. Келесі бізде қызыл бұршақ. Бұл менде алдын ала суда қайнатып алынған, және де нотымызды да алдын ала бөлек суда қайнатып алдым. Соңынан пісетінге таяу қалған кезде ақ күрішімізді де салып, тағы 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Бізде ақ күріш тез пісетін болғандықтан осылай соңына қарай салып, тағы да бір қайнатып жібереміз. Сосын барып біздің көжеміздің толықтай 7 дәмі дайын болады. Сіздерге де кеңес беремін. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды наурыз көже дайын болады. Осы жерде қосып жатқан дәмдеріміз арпа, жүгері, күріш, бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын ниетте осылай барлығын бірге қосатын болады. Және де бидай, нанымыз көп болсын деген ниетпен қосылады. Біздің еттеріміз толықтай суығаннан соң майдалап бөлектерге бөліп, жегенге ыңғайлы етіп майдалап турап алатын боламыз. Бұл жерде жылқы еті және де сиыр еті. Екеуін жақсылап ұсақтап турап көжемізге қосатын боламыз. Ал қазымызды домалақтай етіп, әдемілеп турап аламыз. Дайын болған соңында көжеміздің бетіне қойып, әсемдеп ұсынатын боламыз. Наурыз көжені дайындаудың белгілі бір тәсілі жоқ. Оны әркім өзінің қалау бойынша пісіреді. Мысалы, әжелеріміз майсақтаған қарынды жуып, көженің түбіне салады екен. Тұз бен май сіңген қарын көжеге ерекше дәм кіргізіп тұрған екен. Тағы бір әдіс бойынша бұл дәкеге түйіліп, жылқының ысталған жалы қайнатылған. Оны үлкен әжелер аршамен, адыраспанмен немесе басқа да шөптермен ыстап, наурызға дейін арнайы сақтаған болатын. Бұл көжеге ерекше дәм кіргізіп қана қоймай, оның құрамын
құрамына емдік, дәрумендік те әсер берген. Көбісі соғым сойған уақытта наурызға деп етті арнайы дайындап қоюға тырысады. Өйткені қыстан қалған соғымнан сүрленген еттен сорпаның да, ондай сорпаға пісірілген көженің де дәмі ерекше болады. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Барлығы дайын болғаннан соң біз сорпамызға соңғы кезекте айран немесе құртымызды езіп көжемізге қосатын боламыз. Бұл да біздің көжеміздің дәмін дәмді және де ерекше етіп тұрады. Міне біздің көжеміз дайын. Наурыз көжені қалай құюымыз қажет? Наурыз көжені ертеректе әйелдер өздерімен бірге көже толтырылған ыдысын ала жүрген, қонақтап барған кезінде көжеге өздерінің дәмін қосып араластыру дәстүрі болған. Бұл дәм тұзымыз араласып, ынтымағымыз жарасып, бірлікте болайық деген ниет болған. Көжені құйып берудің өзіне үлкен мән беріледі. Әдетте сусынды ыдысқа толтырып құйып береді. Бұл несібеміз ортаймасын, дәм тұзымыз мол болсын деген мағынаны білдірген. Құйылған сол көжені тауысып ішу әркімнің міндеті. Себебі берілген ырзықты қалдырмай ішу жақсылықтың бастауы ретінде бағаланған. Сондықтан да достар, міндетті түрде наурыз мерекесінде наурыз көжені жасап көріңіздер. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!